Арман Қани, сен мінеки роман жазып, енді жалғастырып жатсың, иә? Сенің сауаттылығыңа мен былай жауап берейін, айналайын. Сен осыны орысшаға аударып жазсайшы енді. Мінеки осылай, сендердің құқыларың бар орыс тілдерге. Тек қана орысша сөйлеуге, жауап бермеуге. Вот сөйтіп жаз. Сонда мықты жұмыс істейсің сен. Солай қазақ тілін болдырмауда сен өзің үлесіңді қос осымен, ол бір. Екіншіден, сен фейсбук парақшамда мен басып қалсам достық деп мен шыға қоймайтын шығармын, өйткені мен өте сирек кірем саған, а сен маған ылғи шыға қоясың. Неге? Өйткені сен менің парақшамды таңертең кешке бақылап отырсың. Сол парақшамда сен билікке неге сөз айта алмайсың? Айналайын, сенің көзің көрсе де сен соны мойындамайсың. Бірақ та жұрт біліп қойсын, қаншама біз жігіттермен шықтық, билікке үндеу жасадық, тіл жөнінде де, жазықсыз отырған патриоттар жөнінде де. Соңғы мен бүгін мен барлық нелерім есімде жоқ, бүгін мен сатқындық деп Ақорда пресс, премьер-министр, сенат, мәжіліс, кім тағы да бар, әйтеуір қатысты адамдарға бұл сатқындық деген не қойдым, әйтеуір бір пост қойдым. Қара, сол постта аузын аша алмайтын жоғары билікке сенсің. Неге? Өйткені сен мына биліктің құйыршағысың, айналайын. Мына билік саған немене айтады? Сен билікке жұмыс істеп отырсың. Өйткені сенің пәтерің, сенің барлық регалияларың, сенің барлық қалай нелерің, жұрт айтып отыр, соғымды да әкеп береді деп. Мүмкін соғымды да әкеп береді. Әйтеуір барлығы сен өзің сатып алған жоқсың, саған билік беріп жатыр. Сол. Соны барлығын білетін адамдар бар, жазған адамдар бар. Енді сен маған бір әңгіме айтасың. Мен мынаны көрмеппін. Ал, керек болса, тағы да неме жазасың. Әр асқынға бір тосқан, Арман Қани. Сен осылай жаза бер, мен сені осылай тұқырта берем. Есіңе сақта, мен бірде-бір неңді үнсіз қалмаймын. Мен қазір осыны, мен бейшара болып отырмын, өйткені фейсбугім менің компьютермен нетпей отыр. Мен сонда тоқылдатам уже немен, сосын фейсбукқа қойып жүрем. Андағы нелерді бір неткенде мен тура барлығын бүкіл республикаға таратып андағыны. И менің өзімнің комментариімді жазып қоям. Мінекей сол.